Сәлем достар, мен сіздермен бүгін «Влюбленный багаж» атты фильмге бірге шолу жасайтын боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Фильмде Теодор атты бай шалдың кетчуп шығаратын зауыты болады. Теодор жұмыс барысында инвесторларға өзінің компаниясының қалай жұмыс жасайтынын көрсетіп, артынша ұлының жасаған жобасын көрсету барысында сол сәтте Теодордың ұлы кетчупқа толы фонтанда бір қызбен жақындасып жатады. Бұл жағдайда Теодор мен инвесторлар көріп, сол жерде шок болады. Айта кететін болсақ, бұл жағдай бір ай бұрын орын алған болатын. Осылайша аспаннан тікұшақ Теодордың зәулім үйіне келіп қонады. Ал бұл өздеріңіз білетіндей Теодор болатын. Ал бұл сәтте Теодордың ұлы Тетто әкесінің тікұшақпен келгенін естіп оянып кетеді. Және сол сәтте Теодордың қасында жаңадан қыз пайда болады. Артынша Тетто үйіндегі қызметкерге қасында жатқан қызды үйінен байқатпай шығарып салуын өтінеді. Сонда бұл сәтте Теодордың зәулім үйінен бірнеше мың шақырым жерде Пауло және Кейт Рейси есімді қыздар жалдамалы пәтерде өмір сүретін. Сол сәтте Пауло таң атысымен өздерінің құрбылары Кейт пен Рейсиді ұйқысынан тұрғызып алады. Ал сонда Кейт пен Рейси және Пауло үшеуі ауруханада сабақ өтетін. Сонда Кейт пен Рейси құрбысы Паулоға бүгін сабаққа бармай қояйық, себебі бүгін бізде маңызды фестиваль болады дейді. Артынша Кейт пен Рейси және Пауло үшеуі ауруханада кезекті сабақтарын өтіп жатқан кезде Паулоға сол жердегі сабақ беретін Виктор есімді дәрігер ғашық болып, оған симпатиясын білдіріп жүреді. Тіпті Пауло Викторға қарайтын болса, Виктор Паулоны өзінің қасына жұмысқа орналастырмақшы болады. Осыдан кейін Виктор Паулоны өзімен бірге ота жасайтын бөлмеге алып кетпекші болған сәтте, Викторға Кейт пен Рейси сабақтан ерте кетуге сұранып, бізде бүгін маңызды фестиваль деп кетіп қалады. Артынша Виктор тағы да Паулоға деген өзінің симпатиясын білдіріп, ал Пауло болса құрбыларымен бірге ерте кетіп қалуым керек деген ойда болады. Ал Тетто бұл сәтте үйіндегі қызметшінің ұлы досы Игормен жолығып, артынша екеуі бірге қалжыңдасып, Тетто осыдан кейін Игор мен әкесінің сатып алған кең байтақ жерінде екеуі жылқымен серуендейді. Сонда Игор досы Теттоға маған колледжге оқуға түсу үшін жақсы оқу қажет екендігін айтады. Сонда Тетто тағы досы Игорды өзінің туған күніне сыйлық таңдау үшін Тетто Игормен бірге жалған көлік алып, ол көлікпен тест-драйв жасамақшы болады. Сол сәтте Тетто мен Игор көліктің жылдамдығын тым шектен асырып, екеуі полицияға ұсталып қалады. Сонда сол жердегі полиция Теттоны танып қалып, Теттоға жылдамдықты асырмай жүруін өтінеді. Сол сәтте екінші полиция келіп, Тетто мен Игорға көліктен шығуын бұйырып, артынша полиция Теттоны тексеріп, сол полиция қыз Теттоға мен сені жіберу үшін сен мені өз туған күн кешіңе шақырасың деп шарт қояды. Осыдан кейін Тетто әкесі Теодордың фабрикасына келіп, Тетто әкесіне туған күніне жақсы бір көлік сыйлауын өтінеді. Сонда Теодор баласы Теттоға одан қызық ұсынысын айтып, сонда Теодор ұлына өзінің компаниясында жұмыс жасауын ұсынып, артынша Теодор компаниядағы Маник есімді менеджермен Теттоны таныстырып, артынша Тетто мен Игор сол Маниктің артынан еріп компанияның жұмыстарымен танысып шығады. Осыдан кейін кешкі уақытта қызанақ фестивалі басталып, Игор досы Теттоға осы фестивальға ұнататын қызымды шақырғанымын деп айтады. Артынша Игор Теттоны сол қызбен таныстырып, ал сол қыз болса Игордың көзінше Теттоның ернінен сүйіп алады. Сонда бұны көрген Игор Теттоға ренжіп кетіп бара жатқан сәтте, Тетто Игорға бұл жерде мен кінәлі емеспін, бұл жерде мен тартымдымын, сондықтан маған барлық қыздар ғашық болады дейді. Сонда Игор Теттомен сол жерде біраз сөз таластырып, ақыры соңында Тетто өзінің бейджигін алып тастап, қарапайым адам секілді киініп жүреді. Осыдан кейін фестивальда диджей алаңға қызанақтар төгілетінін айтып, артынша сол жердегі адамдар сол қызанақтармен атыса кетеді. Сол сәтте Тетто сол жердегі Паулоға қызанақ атып, артынша Паулоға бұл ұнамай қалып, Пауло сол жерде Теттомен дауласып кетеді. Сол сәтте Паулоға белгісіз бір еркек келіп жабысады. Бұны көрген Тетто сол еркекпен алыса кетеді. Сол кезде жаңағы еркек Теттоның мұрнынан ұрып, және сол еркек Теттоның миллиардердің баласы екендігін біліп қойып, артынша қашып кетеді. Сонда Пауло жерде жатқан Теттоны орнынан тұрғызып алып, артынша Пауло Теттоның мұрнынан орнына ауыртып тұрып салып береді. Сонда Пауло алдында сол фестивальді ұйымдастырған адамның тұрғанын анық білмей, Пауло Теттоға бұл фестивальді кім ұйымдастырған, бұл фестиваль адам ұнатпайтындай деп Пауло Теттоға хат айтып тастайды. Осыдан кейін Паулоның құрбылары Пауло мен Теттоны оңашада қалдырып, артынша Пауло мен Тетто қызанақ алқабына келіп, Пауло Теттоның мұрнын жақсылап емдеп береді. Сонда Тетто Паулоға бұл егістіктің иесі әкесі екендігін айтып, және бұл жерде өзінің жұмыс жасайтындығын айтады. Артынша Тетто Паулоны ертесі күні кездесуге шақырады. Ал Пауло болса ертесі күні Рио қаласына кететін болып шығады. Осыдан кейін Теодор баласы Теттоға өзі қалаған машинасын сыйлап,
Сонда Теодор бұл машина ешқандай да сыйлық емес екендігін айтып, бұл машина компания атынан Тетоның жақсы жұмыс жасағаны үшін берілгендігін айтады. Сонда Тето бұл компанияда жақсылап жұмыс жасау үшін әкесінен Рио қаласына барып, осы компанияның жұмысы үшін оқу оқып қайтатынын айтады. Осыдан кейін Тето досы Игорьмен жолығып, артынша Тето досы Игорьмен жаңа бәсесуді бастайды. Сонда Тето Риоға өзімен бірге Игорьді бірге алып кетпекші болып, артынша Тето Игорьмен есімдерін алмастырып, солайша Тето қарапайым адам ретінде өз күшімен жетістікке жеткісі келетінін досы Игорьға айтады. Сонда Тето бұл жарысты өзі жеңетін болса, досы Игорьға көлік сыйлайтындығын айтады. Бір жағынан Тето Риоға Пауло үшін барып, онымен жақын танысқысы келеді. Осылайша Тето мен Игорь Рио қаласына келіп, қонақ үйге орналасады. Артынша Тето Кейттің үйлену тойына келіп, Тето сол жерде өзінің киімі тым қымбат екендігін байқап, Тето киімін сол жердегі еден жуушымен ауыстырып алып, артынша Тето сол мейрамханада еден жуушы болып жүреді. Сол сәтте Тетоны таныс бір қыз байқап қалып, миллиардердің баласы бұны жұмысты не істеп жүр деп шок болады. Тето артынша сол мейрамханада Паулоның артынан барып, артынша Пауло Тетоны байқап қалып, онда не істеп жүрсің дейді. Сонда Тето мен арманым үшін екісіктегі жұмыстан бас тартып, осы Рио қаласына келдім деп жауап береді. Сол сәтте Паулоны Тетоның қасынан Виктор алып кетіп, артынша Пауло сол жерде Тетомен сүйісе кетеді. Осыдан кейін Пауло мен Тето теңіз жағасында жүріп әңгімелеседі. Сонда Тето Паулоға өзінің кедей отбасынан шыққаны жайлы айтып беріп, Тето Паулоны тағы да алдайды. Сонда Тето Паулоны тағы да сүймекші болған сәтте Пауло асығып мейрамханаға кетіп қалады. Осыдан кейін Тето мен Игорь оқу болатын штаб-пәтерге келіп, сонда Тето әкесінің жұмысындағы Маникті байқап қалады. Артынша Тето мен Игорьді сол штабтың генеральный маркетинг басшысы Алан есімді әйел қарсы алып, артынша Алан Тетоға емес Игорьға көңіл аударып, Тетоға дұрыс көңіл аудармайды. Себебі Игорь бұл жерде Тетоның орнында байдың баласы болған болатын. Артынша Тето Маникке барып, одан қалай нөлден басып өз күшімен көтерілу жайында сұрайды. Артынша Маник әпкесінің ауырып жатқанына Тето арқылы Паулоны шақырып алып, әпкесін Паулоға емдетеді. Осыдан кейін Тето тағы да Маникке келіп, артынша Тето Маниктен бизнес бойынша сабақ үйретуін сұрап, артынша Тето Маниктен бұл үйреткені үшін көлік сыйлайтындығын айтады. Содан кейін Тето Маниктен би үйреніп, сол бидің арқасында сау кеште Пауломен жақсы би билеп, артынша Пауло Тетомен сүйісе кетеді. Осыдан кейін Пауло Тетоға өзінің тұрып жатқан жерін көрсетуді өтінеді, ал Тетоға бұл оңай соқпаған болатын. Себебі Тето қонақ үйде VIP бөлмеде тұратын. Осыдан кейін досы Игорьға хабарласып, қонақ үйден ескі құсқы бөлме дайындауын өтінеді. Артынша Игорь қонақ үй күзетшісінің бөлмесін бір күнге жалға алып, осыдан кейін Тето Паулоны қонақ үйге алып келіп, күзетшіні бұл менің ағам, ол да осы жерде жұмыс жасайды деп алдап, артынша Тето Паулоны батчты шығып жатқан бөлмеге алып келеді. Сонда Тето Паулоға өз жағдайын түсіндіріп, артынша Пауло мен Тето бөлмеден диванды сыртқа шығарып, солайша Пауло мен Тето екеуі таң атқанша диванда бірге жатады. Сонда Тето Паулоға сенімен болған сайын мен ерекше сезімде боламын деп Тето Паулоға сезімін білдіреді. Ертесі күні Тето оқуға келе жатып, ғимарат алдынан фонтанды көріп, артынша Тето өз жобасында қызанақ фонтанын ойлап табады. Ал Игорь болса сол сәтте өз жобасында қызанақтан жасалған ескерткішті ойлап тауып, бұдан кейін эксперттер Тетоның жасаған жобасын ұнатып, ал Алан болса Игорьдің жасаған жобасын ұнатып қалады. Осыдан кейін Алан мен эксперттер бір шешімге келіп, бұл компанияға Тето мен Игорьді бірге жұмысқа алатын болып шешім қабылдайды. Кейін Теодор баласы Тето үшін Рио қаласына келіп, Теодор баласы Тетоға Маниктің жұмыс орнын босатқанын айтып, Теодор Тетоға соның орнына жұмысқа кіруін ұсынады. Артынша Теодор баласы Тетоны өзімен бірге инвесторлармен кешкі асқа ертіп алып келіп, артынша Тетоға сол сәтте Пауло хабарласып, өзімен бірге сау кеште болуын өтінеді. Тето осыдан кейін әкесінен уақытша сұранып кетіп, Пауломен бірге теңізде көңіл көтереді. Тето осыдан кейін киім алмастыру үшін досы Игорьді мейрамханаға шақырып алып, екеуі әжетханада киім алмастырып жатады. Сол сәтте олардың үстіне Теодор түсіп, баласы Тетоға тездетіп келуін бұйырады. Сонда бұл сәтте Паулоға Тетоның таныс қызы жолығып, Тетоның шынайы өмірде байдың баласы екендігін айтады. Пауло осыдан кейін Тетоны мейрамхана алдынан қарсы алып, ал Тето болса жыртық шалбармен Пауломен сөйлеседі. Пауло сенің өтіріктерің мені шаршатып бітті деп Тетоға ренжіп кетіп қалады. Келесі күні Теодор жұмыс барысында инвесторларға өзінің компаниясының қалай жұмыс жасайтынын көрсетіп, артынша ұлының жасаған жобасын көрсету барысында сол сәтте Игорь кетчупқа толы фонтанда Аланмен жақындасып жатады. Осыдан кейін Тето Маниктен әкесінің жұмысында қалуын өтінеді. Артынша Тето Паулодан барлық айтқан өтіріктерінен кешірім сұрап, бірге болуға ұсыныс жасайды. Сонда Пауло мен жұмыс бабымен Амазонға кетіп бара жатырмын деп ескертеді. Осыдан кейін компанияда жиналыс өтіп, Тето Маникпен бірге сол жиналысқа келіп, артынша қазылар алқасы бұл компанияда жұмыс жасайтын Тето деп атаған сәтте Тето мен Игорь екеуі бірдей орындарынан тұрады. Сонда Игорь не дерін білмей үнсіз қалып, артынша Тето қазылар алқасына барлық жағдайды түсіндіріп беріп,
және Маниктен әкесінің жұмыстан шығарғаны үшін кешірім сұрайды. Осыдан кейін Игорь мен Маник көлікті кім алады деп бір-бірімен таласып жатырған сәтінде Тито ол көлікті сатып, сол көліктің ақшасына бірге кәсіп ашайық деп ұсыныс тастайды. Осыдан кейін арада бір жыл өтіп, Тито, Игорь және Маник үшеуі бизнесте бірге партнер болып, олардың қасына Пауло қосылып, артынша Тито Паулоны сыртқа алып шығып, қандай кәсіппен айналысып жатқанын түсіндіреді. Осыдан кейін Пауло Титоның бетіне қызанақ жағып, артынша Пауло мен Тито бір-бірімен сүйісе кетеді. Осымен фильм аяқталады. Видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Қош сау болыңыздар.